Ассаламу алейкум қазайрат тыңдармандар. Осыдан 2 жыл бұрын балалық шақ деген тректі видео жолдау ретінде жасаған болатын. Әлі оны бірақ MP3 форматта жасаған жоқпын. Осымен 2 жыл өтті. Бұйырса жасым 20-ға толады. Маусымның 4-інде, бүгін мамырдың 20-сы. Кеттік. Балайызбан жағылғанып қарсақ бақыт шақтар өте көп. Жүретін кездері қалатын едік жас төгіп. Көңілі тоқ, уайым жоқ болса да мейлі бірдеңе жетпейді. Жұрт көңіліңді тапса да бәрібір әсер етпейді. Жүретін едік онымен солды айырылмай. Өмірі дәптер бақыт сәттен шіркінай сол балалық ай. Санамы жетпей жүретін ек үлкендерге сұрақ қойып. Әрине өмірдің бар кездері дәл осы балалық қой. Балалық кездер есіне қалар іздер. Балалығым артта қалса да мен болашақтан үміт үзбедім. Десек те вақыт еш тоқтамай далға қарай. Тағы жылжимыз өтеліп өтті алдымызда. Не болады енді білмейміз, ойланып отырмын сол кездерді. Уақыттың өткенін тексіз бедім, жылдамдығы бұл уақыттың не деген сондай тез еді. Тыңдаған қалым сырымның бәрін өздеріңізге ақтардым. Еске алып отырмын мен себебі өткен балалық шақтарды. Білімсіз күндер өтті, ойнап та жүрдік тынымсыз. Есейді бәрді білмедім, азырақ еркелік жылы сөз. Балыққа жылып есіме түсі күлкім келеді, ақылға сыймайтын сұрақтар қойып анама тыным бермедім. Сол кезде артқа ырсам деп мен талай рет армандағым. 18-ден асты жасым, мен оған сенбей таңғаламын. Амандық болса керек ойыма ой, жасыма жасты қосамын. Ақылы бақыға дайын үшін біраздан бері рэп бастадым. Ақылы ақындар ақиқат айтады, сөздері сапалы тіліне айтамын. Балалық артына өмір, алдына өмірден түбіне қайтады. Шамам жеткенше өмір сүреміз, бал шарттарды ақ деп біліп жақсы жүрмір сайтеуір ұзақ ғұмыр тілеңіз. Айтатын ақылы бала қауымға болады бәріне жол табуға. Інілерім, қарындастарым, бастысы болсын жолдарың тура. Түсінген сіздерге болсын әрбір сені де өзінің күшімен тыңдарса зиян таппайсың. Жазған ақылы қаламның күшімен,